Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдаларына каналы. Бұл арнада өміріңізге қажетті пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Бүгінгі видеода сіздерге ұлттық қордан бөлінген балалардың ақшасын 18 жасқа толғаннан кейін қалай қайда жұмсау керектігі туралы түсіндіремін. Ең бірінші, шотымызда қанша ақша бар екенін білу үшін НПФ деген сайтқа кіріп тексеріп аламыз. Жалпы бұл ақшаны оқуға төлеуге болады, шетелдегі оқуға төлеуге болады, немесе ары қарай жинау мақсатында үй алу үшін өзіңіздің депозитіңізге аударып алуға болады. Өзіміздің ЭЦП-міз арқылы НПФ сайтына кіреміз. Сайтқа кірген кезде осындай танысу парақтары шығады. Оларға таныстым деп басып, ары қарай өтесіз. Астыға қарай түскен кезде бізде жинақталған ақшаның сомасы бар. Сол сумманы өзімізге бір жерге түртіп жазып аламыз. Енді осы жиналған ақшаны өзіміздің депозитке ауыстыру үшін біз enpf_отбасы.kz сайтына кіреміз. Ол үшін бізге тағы да ЭЦП-міз керек болады. Сайтқа кіргеннен кейін үстіңгі жақта национальный фонд детям деген бар. Соны басамыз. Бұны ашқан кезде астыға қарай түсеміз. Ол жерде бізде екі документ болады. Сол екі документке ЭЦП-міз арқылы қол қоюымыз керек. Біріншісі оның міндеттеме, екіншісі өтініш болып табылады. Екеуіне қол қойылғаннан кейін астыдан өзімізге керекті мақсатын таңдаймыз. Яғни біз ақшаны қайда жұмсаймыз, соны осы жерде таңдаймыз. Бұл мысалдағы адам бойынша біз ақшаны болашақта үй алу мақсатында ары қарай жинау үшін өзінің отбасы банктегі шотына ауыстыру деген мақсатты таңдаймыз. Және де НПФ-тағы ақшамыздың суммасын осы жерге жазамыз, және де сформировать заявку деген кнопканы басамыз. Астыға түскен кезде бізде өтініш бар. Сол өтінішке тағы да өзіміздің ЭЦП-міз арқылы қол қойып, ары қарай жібереміз. Барлық өтініштер, барлық осылай қол қоятын документтер, құжаттардың барлығы өздері дайын күйінде тек қана ашып, өзіміздің паролімізді енгізіп, ЭЦП-міз арқылы қол қойып, жіберу туралы кнопкаларды басып отырамыз. Енді бұл біздің жіберген өтінішіміз 5 жұмыс күні ішінде қаралады. Сол уақыттың арасында кіріп тексеріп отырсаңыздар болады. Біздің 5 жұмыс күні өткеннен кейін келесі қадам, біз осы сайтқа кіріп «Мои заявки» деген кнопканы басамыз. Сол жерде біздің өтінішіміз ашылады. Енді жаңағы ақшаны ары қарай бастапқы мақсатымызды анықтай отырып, «Подтвердить цель» деген кнопканы басып, ары қарай жібереміз. Немесе егер де сіз ол ақшаны қолданғыңыз келмесе, немесе мақсатты ауыстырғыңыз келсе, осы жерде ауыстыруға болады, немесе отказ жасауға болады. Біз «Подтвердить цель» деген кнопканы бастық. Енді тағы да осы ақшаны біз ақш долларынан өзіміздің теңгеге ауыстыру үшін конвертацияға өтініш жазамыз. Ол сағат күндізгі 10-нан 3-ке дейін істейді. Осы жерден ашамыз да ЭЦП-міз арқылы қол қоямыз. Бұл конвертация жасаудың уақыты да 5 жұмыс күні деп жазылған. Бірақ мысалдағы адамдікі 2-3 сағаттың ішінде аударылды. Мен келесі күні кіріп тексердім, конвертация өтті. 112.520 теңгені енді біз депозитке ауыстырамыз. «Мои заявки» деп кіреміз. Осы жерден жаңағы депозиттің түрлерін таңдайсыз. Бұл кісіде баспана деген ашылған депозиті бар екен. Мен сол жерге «Подтвердить выбор» деп жібердім. Егер де сізде ашылған депозитті счет болмаса, осы жерден жаңағыдай заявление шығады автоматты түрде, соны ашасыз. Немесе отбасы банктың қосымшасы арқылы сол жерден алдын ала өзіңізге депозит ашасыз. Осы жерде үш бұрышты басқан кезде сізде таңдалуға уақыт беріледі. «Подтвердить выбор» деп бастым. Енді ары қарай тағы да ЭЦП-міз арқылы қол қоямыз. Келесі өтініш 112.520 теңгені сіздің депозитіңізге аудару туралы. Бұл жерге де ЭЦП-міз арқылы қол қойып шығамыз. «Оформить заявку» деп бастым. Және де «Заявка обработана» деп жазылып тұр. Кез келген өтініш 5 жұмыс күні арасында қарастырылады деп жазылады, бірақ та арасында кіріп тексеріп тұрыңыздар. Кейбірі 1 сағатта орындалады, кейбірі 1 күнде, 2 күнде. Сол себепті
кіріп тексеріп отырыңыздар. Біздің 112.520 теңгеміз жаңағы депозитімізге келіп түсті. Ары қарай сіз депозиттің шарттары бойынша, яғни условиясы бойынша ақшаны ары қарай жинақтап үй алуға әрекет етуіңіз керек. Ақшаны дұрыс жинақтамай, уақытын өтіп кететін болса, жаңағы сіздің ақшаңыз қайтадан национальный фондтағы ұлттық қордағы ақша орнына қайтып кетуі мүмкін. Сол себепті депозитті таңдаған кезде оның шарттарын барлығын мұқият түрде қарап алыңыздар. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.